Рамазанның соңғы күні еді. Мұсылмандар ораза айт мерекесіне жан-жақты дайындалып жатады. Сонда бір Қасым есімді тақуа кісі мешіттен кешкі намазын оқып, ертеңгі мерекеге дастархан жаю үшін үйіне азық-түлік алуға шығады. Жолда өзіне ақша қарыз танысын көреді. Алайда оның ақшаны қайтаруға жағдайы болмай жүргенін білген Қасым, онымен жолығып көңілін жықпайын деп басқа көшемен кетіп қалады. Сол уақытта жолдың бойында бір әйел жылап тұрып, дауыстап былай деп дұға етіп жатқанын естиді. Уа Раббым, менің және 3 перзентімнің жағдайы өзіңе ғана аян. Ертеңгі келе жатқан айт мерекесінде біздің ішіп жерге асымыз жоқ. Сол мерекені ойдағыдай жақсы көңілде өткізуді қалаймыз және бір өзіңе ғана тәуекел етеміз. Перзенттеріме жақсы көңіл сыйлай көр. Мұны сыртта естіген Қасым іштей қынжылады. Сосын ол әлгі жесір әйелдің үйін біліп алады. Ертесіне Қасым әйелін ертіп оның үйіне барады. Кірген бойда үйде олар ешқандай азықтың, тіпті үй жиһаздардың өзі тозып көнергенін көреді. Қасым болса әйелге жақындап, оған барынша көмек беретінін айтып, көңілін бір көншітеді. Олар дереу базарға барып, ұзақ уақытқа жететін ет алып, көкөністер мен жемістерді молынан алады. Бұған қоса олар жесір әйелдің 3 баласына жаңа киімдер сатып алады. Осылайша Қасым айт мерекесінің қарсаңында олардың барлық қажеттіліктерін алып үйіне келеді. Мұны көрген жесір әйел таң қалып, қуанышын жасыра алмай, бар ризашылығын білдіріп, алғысын жаудырып жатады. Алайда мұндай толған азықтың барлығын сақтау үшін үйде тоңазытқыш жоқ болатын. Мұны білген Қасым дереу онлайн тапсырыс беріп, жаңа тоңазытқышты алдырып, былай дейді: "Мінекей, енді азық-түлікті ұзақ уақыт сақтап тұтынуға болады. Ендеше бізге бір шай берсеңіз, сонымен рұқсат болса, біз үйге қайтайық" дейді. Әйел болса көңілі босап: "Мен тіпті сіздерге шайды бере алмайтыныма ұялып тұрмын. Оған да жағдайым жоқ. Өткен аптада ақша қажет болып, газ баллонын сатып жіберген едік. Енді шай қоятын газымыз да жоқ. Егер сәл кідірсеңіздер, мен қазір көршінің үйінен шай қайнатып алып келейін" деп ыңғайсызданады. Қасым болса дереу газ баллонын алдырып, шай қоюға да жағдай жасап береді. Мұндай жомарттықты көрген үйдің 3 баласы қатты секіріп қуанады. Олар тіпті Қасымды айналшықтап, әкесіндей жақсы көріп кетеді. Сосын тиісті шайды ішіп, Қасым әйелі екеуі өздерінің жасаған жақсылық амалдарына көңілдері тойып, кері үйлеріне қайтады. Жолда ертеңгі мерекеге қажетті азық-түлік пен балаларға сыйлық алады. Алайда ол уақытта олардың балалары ұйықтап қалған еді. Мұны көрген Қасым құптан намазын оқып болғаннан кейін қолын жайып: "Уа Раббым, бүгін өз балаларыма тиісті көңіл бола алмай қалған болсам, мені кешіре көр. Біреуге жақсылық жасап, уақытымның бос өтпегеніне өзің куәсің" дейді. Содан кейін Қасым жатып демалады. Таң намазына жақын уақыт қалғанда ол түсінде ешбір адамның көзі көрмеген, әрі ешбір адам дәмін татпаған жәннаттың бақшасында жүргенін көреді. Онда түрлі түсті жемістерді көріп, Қасым біреуін алып дәм татады. Сол сәтте өңгендей болып, бұрын соңды сезбеген дәмді сезініп ұйқысынан атып тұрады. Мұндай түске іштей қатты қуанып, тұрып дәретін алып, айт намазын оқу үшін мешітке барып, алдыңғы қатарға жайғасады. Бұл Қасым үшін басынан өткен өмірдегі ең керемет айт мерекесі ретінде есте қалады. Себебі ол жасаған жақсылығының жемісі түсінде көргендей көркем болатынына кәміл сенген екен. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.